Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Мен бүгін жігітім қашан оралады, бұл отношения бітті ма, біткен жоқ па, соны білетін боламыз. Ендеше бастайық. Бұл общий расклад. Егер де жеке аштырам десеңіздер, WhatsApp номерімді жазып қалдырамын. Хабарлассаңыздар болады, кез келген уақытта көріп ашып беремін. Жігітіммен отношения бітті ма, біткен жоқ па деген сұрақ. Олай болса көрейік. Отношения бітпеген, әлі де кездесу бар. Бұл жерде сабырлы болып отыр жігітіміз, өзі жұмыс барысымен қолы тимей деген сияқты. Бірақ жан жақтағы бұған жаңағыдай адамдар қарсы бұл қарым-қатынасқа, угроза со стороны деп тұр. Яғни бір адам қарсы бұл қарым-қатынастарыңызға. Жалғасуына, жалғаспауына бір адам қарсы болып отыр. Енді жаман қасиеті де бар жігіттің. Сізді ойлайды, сізге келгісі келіп жүр, қайттан кездескісі келіп жүр. Сондай бір жаман қасиеттер де бар жігітімізде. Сізді қалай ойлайды сіз туралы? Мені жақсы көреді, маған деген сезімі бар деп тұр. Кішкене келіспеушіліктер болып қалды арамызда, бірақ мені күтеді деген сияқты оймен тұрда бұл жігітіміз сізге деген. Сіздің ойыңызды білейік. Сіздің ойыңыз бұл маған қайттан келеді деген сияқты болып тұрсыз сіз. Яғни жігіт маған қайттан келеді деген сияқты өзіңізге уверенный болып тұрсыз да. Алдағы уақытта келеді деген сияқты болып тұрсыз. Кесе барлығын жаңадан бастау деген сияқты ойыңызда бар. Жалғыз екеніңізде көрсетіліп тұр. Жұмысыңызда бар сияқты, бір жігіт келеді деген сенімдесіз. Енді жігітіміз келеді ма, көрейік. Жігітіміздің кішкене қылыш ұстап тұр. Күтетініңізді біледі, кішкене уақыт деп тұр, бірақ келеді. Жігіт қайтта, бұл негіз қарым-қатынас бітпеген. Сондықтан жігітіміздің кішкене жүрегі жаралы болып тұр, бірақ жігіт келеді. Уақыт өте келе, уақыт емші дейміз ғой, сол сияқты уақыт өте келе жігітіміздің өзі сізге келеді, қайттан өзінің көңілін білдіру деген сияқты. Сізді күтіп отқаныңызды өзі жақсы түсініп тұр. Қазір бір ауыр жүк сияқты болып тұр да, жаңағыда иығында бір ауыр жүк деген сияқты болып тұр. Бірақ перспектива сіз жаққа қарай бұрылып тұр да, сізбен қарым-қатынаста, яғни сізбен ғана жарасамын деген сияқты оймен тұр жігіт. Қазіргі таңда, дәл қазіргі таңда білмей тұр, бірақ алдағы уақытта келеді. Келгенде бір 6 деген санға байланысты кездесу болады. Может 6 число, 16 болуы мүмкін, 6 болуы мүмкін деген сияқты. Алдағы таңда кездесу, встреча, взаимные чувства деген сияқты карталар түсіп жатыр. Енді бұл жерде тек қана күту, уақыт өте келе күту. Енді бір күту көрсетіліп тұр да, қазіргі таңда тек қана күту. Осымен менің раскладым аяқталды. Егер де өздеріңізге жеке аштыртам десеңіздер, WhatsApp номерімді жазып қалдырамын, хабарлассаңыздар болады. Яғни ойларыңызда қандай да бір сұрақтар мазалап жатса, маған WhatsAppқа хабарласыңыздар. Мен акция жариялап қойдым. Яғни өзінің күндері белгіленіп тұр. Менің YouTube каналыма кіріп көрсеңіздер, 1500 теңгеден
солай достар. Енді не айтам тағы басқа. Лайк басып комментария жазып кеткендеріңізге көп рахметімді айтамын. Комментарияларды оқып тұрамын. Өзімнің бір көретін көрермендерім бар, оларға да алғыс айтам. Комментария жазып, лайк басып кеткендеріңізге. Және де каналыма тіркеп қойыңыздар. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар.